Айсұлтан Мөлдірге қайта сөз салды, Зарина қызғанып қалды. Мөлдірді әлі ұмытпаған Айсұлтан Мөлдірдің анасынан кешірім сұрады. Бірақ Айсұлтан өзінің анасы туралы айтпады. Себебі Айсұлтанның анасы мен әпкесі Мөлдірге қарсы. Мөлдірдің Айсұлтанға деген сезімі мүлде сөнген жоқ. Керісінше, махаббат сезімі әрбір эфирде қатты ашылды. Бірақ Мөлдірдің көзі әлі де мұңды. Еске сала кетейік. Мөлдірдің анасы Айсұлтанның отбасына деген көзқарасын өзгертіп, тіпті Мөлдірді Түркістанға шақырған болатын. Осыдан кейін Мөлдір Айсұлтаннан бас тартқан болатын. Бірақ Мөлдір бүгінгі эфирден кейін Айсұлтанға иә деді. Көрейік, қадамын жасасын, қыздарға бару әдетін қойсын, деді Мөлдір қызымыз. Мөлдір де менің ақылым Айсұлтан, бірақ мен Айсұлтанға онша сенбеймін деді. Ал Айсұлтан ортаға шығып, Мөлдірге тағы да жалынып тұрып сезімін айтты. Айсұлтан ұлымыз Мөлдірге тіпті басым кетті деді. Желі қолданушылар мен көрермендер мисс Мөлдір мен Айс ұлымызды қосып жатыр. Осы жайлы жарыса жазды. Заринаның түрі өзгеріп кетті ғой, Айсұлтан Мөлдірге қайта бастайық дегенде. Айналайын Зарина Еділ мен Айбекпен бақытты болшы, Айсұлтан мен Мөлдірдің арасына түсуді тоқтат. Ешқандай пікірге, кедергіге қарамай алға басыңдар. Айс моля, Мөлдір жігіт келмеген соң кішкентай балаға қайта жабысады енді. Индирамен таныстық тоқтағанына бір қуандым, Мөлдірді таңдап сезім білдіргеніне бір қуандым. Жарайсың Айсұлтан. Айсұлтан да ұялмайды екен, қайта Мөлдірдің артынан жүгірді, деп жазды көрермендер. Сонымен қатар Мөлдір мен Айсұлтанның қолдаушылары: Айсұлтан енді да канса бар жандарым. Бақытты болыңдаршы, деді қолдаушы апалар.